Осындай жұмсақ вареники жегенсіз бе? Құпиясы қамырда. Сәлем достар, бүгін үй жағдайында қамыры жыртылмайтын, езілмейтін картоппен вареники жасаймыз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған ыстық суды ыдысқа құямыз, тұз саламыз, өсімдік майын құямыз, жұмыртқа қосамыз, араластырамыз жақсылап, содан кейін онды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды салафанға салып, 2-3 минутқа тындырамыз. Қамырды қайтадан салафаннан алып, жақсылап илейміз де, қайта салафанға салып, шетке алып қоямыз. Міне осымен біздің қамыр дайын. Салмасына келетін болсақ, кастрюлеге туралған картопты саламыз, тұз қосамыз, су құямыз, отқа қойып, картопымызды пісіріп аламыз. Пиязды майдалап тураймыз. Қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып, пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Картопты езіп, қуырылған пиязды қосамыз, қарабұрыш қосамыз, жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын. Қамырмен видеодағыдай жұмыс жасаймыз. Әр қайсысын жұқалап жайып шығамыз. Енді әр қайсысына салма салып, шеттерін жабамыз. Қайнап тұрған суға тұз, қара кесек бұрыш, лавр жапырағын саламыз. Варениктерді салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін варениктер қалқып шыққан соң 3-4 минут пісіреміз. Варениктерді сүзіп алып, тарелкеге саламыз, бетіне сары май салып, дастарханға ұсынамыз. Сіз вареникті қаймақпен бе, әлде маймен жақсы көресіз? Пікірге жаза кетіңіз. Егер видео рецепт ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.